Қайырлы күн. Бүгінгі өтетін сабағымыз аяқ массажы. Оны сіздерге көрсетейін. Мен Сексенбай Нұрәлім. Аяқ массажы қалай жасалады? 3 бөліктен жасалады. Бірінші табан бөлігінен жасаймыз, балтыр бөлігінен және сан бөлігінен жасаймыз. Енді бұл массажды аяқтан бастаймыз. Всегда общий массаж жасасаңыздар да аяқтан бастап жасайсыздар. Өйткені қан айналымды жақсартып, жоғарыға көтеруіміз керек. Аяқ массажын бастамас бұрын бірінші салыстырмалы түрде екі аяққа да қарап аламыз. Оң аяқпен және сол аяқты салыстырып, екеуінің бірдейлігі, спазмдардың, бұлшықеттердің бір тонуста тұрғанын байқайсыз. Кейбір кісілерде біреу опухшенный болады, біреу аяғы худой болып тұруы мүмкін, тырық болып тұруы мүмкін. Өйткені ісініп тұрған аяқта ода отек бар, жаңағыдай қан айналымы дұрыс емес деген сөз да. Одан кейін терінің бүтіндігіне қарайсыздар, жарақаттар жоқ, перелом или шыққан, мысалы аяқты салыстырған кезде бір аяқтың ұзын қысқа болуына да байланысты. Одан кейін міне мынау ахиллови сухожилиге де қарайсыздар, өйткені кейбіреулерді былай ішке қарай майысып тұрады, сыртқа қарай майысып тұрады. Осының бәрін салыстырмалы түрде қарап аласыздар. Енді құрылысы жағынан сан бұлшықеті бұл екі басты бұлшықет деп бөлінеді. Балтыр бұлшықеті бұл екі бөліктен тұрады, тоже міне бір беті, екінші беті. Осы жердегі міне спазмдар осы жерде болады, основной. Осы жерге де массаж жасасаңыздар болады. Одан кейін табанда да табан бұлшықеттері бұл өкшеден бастап әр саусақ қарай тарамдармен жүріп отырады. Осылардың барлығы жақсылап уқалауларыңыз керек. Өйткені осыны жақсылап созуыңыз керек. Кейбір кісілерде май табан болып жатады. Сосын одан кейін шпора деген нәрселер болады. Солардың бәрі табанның бұлшықетінің дұрыс болмауынан болады. Енді массажды қалай бастаймыз? Бірінші поглаживание, жақсылап денені қыздырып аламыз. Майды жағып аламыз. Осы май жағу кезінде уже қолымызбен қай жерде спазм бар, тырысуы бар бұлшықеттердің, соны уже ощущать етеміз, сезіне бастаймыз. Қазір бұл кісіде сан бұлшықеті жақсы, балтырда сәл бар, сыртқы бөлігінде міне осы жерлерде тырысулар бар. Енді қолды уже тезірек қимылдата бастаймыз, денені қыздыра бастаймыз. Міне осылай қыздыруға болады, былай қыздыруға болады, былай қыздыруға болады. Және де бір жанына тұрып қыздыруға болады осылай. Кейде болады, дене қызбай жатса, уже сіздер жұдырықпен қыздырасыздар. Міне осылай. Табанды да солай қыздырсаңыздар болады. Әр саусақты жеке-жеке уқалап шығыңыздар. Табанды. Дене жақсылап қызып болғаннан кейін, енді массажды бастаймыз. Массажында бірнеше түрі бар. Лечебный массаж дейміз, классический массаж, спортивный массаж дейміз. Енді лимфодренажный деп атаймыз. Лимфодренажный міне қанды жоғары қарай өстіп қуалаймыз. Ең алғашқы техникаларға осы кіреді. Бір кісілерде енді аяғында отек болса, сол отекті кетіру үшін осы массаж жасайсыздар. Аяқта қан айналымы бұл дұрыс болмай, застой болып тұрып қалған ғой қандар. Сол себепте отек болады. Сол кісілерге осы массажды көбірек жасауға тырысасыздар. Міне екі жанынан қысып аламыз міне. Осылай жоғары қарай. Енді екінші техника. Міне екі қолыңызды осылай айқастырып алып, міне осылай жасасаңыздар да болады. Сосын айқастырып алып, міне өкшені осылай алақанмен уқалап отырып. Осылай қысып төбеге қарай қанды қуалаймыз. Одан кейін саусақпен уқалау бар. Бұл техника арқада да қолданылады, және қолдың бұлшықетінде де қолданылады. Основной массажистердің көп қолданатын техникасы саусақпен, бас бармақпен. Мышцаның бір бөлігін уқалап алдық, және екінші бөлігін уқалаймыз солай. Міндетті түрде осы жерді жақсылап уқалаңыздар. Өйткені кейбір кісілер бұлай жүреді, или сыртқа басады, аяқтарын дұрыс баспағандықтан осы жерде бұлшықеттің тырысуы көбірек болады.
және де былай созсаңыздар болады, аяқты төмен қарай басып. Аяқ тізе тігінен тұрады, үстінен басасыздар, осылай созып тұрасыздар. Сол кезде табан бұлшықеттер жақсы созылады, және балтыр бұлшықеттер де жақсы созылады. Бірнеше секунд ұстайсыздар. Одан кейін табанды да былай бөлікке аласыздар. Бір бөлігі сыртқы бөлігін уқалап аласыздар, ішкі бөлігін уқалап аласыздар, екіге бөліп осылай уқалайсыздар. Көбінесе енді шпора өкшеде болып жатады, или саусақтың бас жақтарында болады. Енді әр кісіде әртүрлі. Ол не үшін болады? Кейбір кісілер көп жүрген кезде өкшесіне салмақ салып жүреді, бүкіл салмақ өкшесіне түседі. Аяқтың бас жағына салмақ түспегендіктен ол кісіге осы жерлерге тұз жинала бастайды, шпоралар пайда бола бастайды. Енді әйел адамдар аяқтың ұшымен жүреді, биік өкшемен жүрген кезде аяқтың ұшына көп нагрузка түседі, өкшеге қарай нагрузка жөнді түспей қалады. Міне өкшенің өзіне де какой-то бір 20% болса да нагрузка түседі, сол себепті жиналмайды. Өкшенің міне осы бір жеріне жиналады көбінесе шпоралар. Өйткені қатты нагрузка түспейтін жерлер. Жақсылап массаж жасау арқылы оны да кетіруге болады. Бірінші массаж жасамай тұрып, жақсылап қыздырасыздар. Өйткені ол бірден ыстата қоймайды, ыстаған кезде ауырсынады кісілер ол кезде. Сол үшін жақсылап денені қыздырып алсаңыздар, уқалаған кезде өздеріңізге де жеңіл болады. Осылай жақсылап уқалап аламын. Енді саусақпен уқалай берген кезде де саусағым шаршайды, сол себепті жұдырықты жұмып, міне осы жермен уқалаймыз. Қараңыздар. Міне өкшені айналдыра, және аяқтың бір қырымен міне жүріп өтеміз осылай. Осылай жүріп өтсеңіздер де болады, былай жүріп өтсеңіздер де болады. Енді табанның ортасына табанға осылай массаж жасалады. Жаңа балтырдікі түсінікті, балтырдікін жасадық. Және балтырға былай жасасаңыздар да болады. Осылай мыжғылау. Және былай жасауға да болады. Және енді саусақтарың шаршаса, тоже алақанмен. Енді сан бөлігіне осылай бірінші жақсылап қанды жоғарыға қуалап аламыз. Сосын алақанмен міне. Екі бас бұлшықтың біреуі былай орналасады, біреуі жаңағы аяқтың тізенің жанымен өтеді, міне сыртқы бөлігімен. Міне енді сан бұлшығын былай уқалаймыз. Сан бұлшығын өтетін кезде міне қараңыз, жаңағы общий бүйтіп сипалаған кезде мен именно тізенің артына қарай қатты нагрузка түсірмеймін. Қатты баспайсыз. Қатты басып келе жатып, мына жерде өзі жеңіл басасыздар. Одан кейін ары қарай қатты баса берсеңіздер болады. Не үшін баспаймыз? Бұл жерде лимфалар бар. Лимфа узылдарды қатты басуға болмайды. Сол себепті бетін сипалап қана өтіп кетесіздер. Бұл бір алақандай жер ғана ғой енді. Енді жаңа санның артқы бөлігінде екі басты бұлшықет дейміз, сол екі басты бұлшықеттің біреуі міне осылай орналасқан, соны жақсылап уқалаймыз. Ішкі бетін қатты уқаламай ақ қойсаңыздар да болады, ол жақтың көп тырысулар болмайды. Ішкі бетінде основной сыртқы бөлігінде қатты тырысулар болады. Сол үшін жақсылап массаж жасаңыздар. Міне саусақпен жасайсыздар, және алақанмен осылай жасайсыздар, және жұдырықты жұмып міне осылай саусақтың бас жақ бөлігі міне осылай жасайсыздар. Жұдырықты толық бүкпейсіздер, осылай видеода көрінгендей жасайсыздар. Енді жамбас бұлшығы бұл кіші және үлкен болып бөлінеді. Бұл жерде седалищный нерв және грушевидный мышца бар. Міне грушевидный мышцаның точкасы қақ центрінде орналасқан, міне осы точка. Осы спазмға байланысты бұл кісілерде седалищный нервтің қысылып қалуы, аяқтың үйуі және аяқтың судорога болады. Кейбір кісілерде жаңа бел ауруы, грыжа, протрузия кезінде де осы жамбас бұлшығы көп тырысады. Енді бұны қалай уқалайсыздар? Бірінші алақанмен кәдімгідей тестаны илеген сияқты осылай бірнеше рет басып шығасыздар. Бірінші көріп аласыздар. Кісі қатты спазм болса, кісі уқалатпайды оны. Одан кейін
жайлап денені босатқаннан кейін барып жаймен глубоко уқалай бастайсыздар. Бірнеше жасқа бөлесіздер ғой, міне жаңа кіші жамбас пен үлкен жамбасты уқалайсыздар. Бірінші кіші жамбасты, одан кейін үлкен жамбасты. Шынтақпен уқаласаңыздар да болады. Бұл кезде шынтақты осылай қоямыз, жамбас бұлшықетін айналдыра сағат тілімен уқалаймыз. Міне 8 көз іште қалды. 8 көз біткен жерінен бастап шынтақпен түсеміз. Осы жерде басып ұстап тұрамыз. Бірнеше секунд жібереміз. Үлкен жамбасқа қарай өтеміз. Бірнеше секунд ұстап тұрамыз. Босатамыз. Енді осы екеуін қайталайсыздар. 1, 2, 1, 2. Көрдіңіздер ғой? Үлкен жамбас, кіші жамбас міне. Одан кейін үлкен жамбас. 1, 2. Осылай бірнеше рет қайталайсыздар. Одан кейін жамбасты алып сыртқа қарай итересіздер. Бұл созу техникасы. Бұлшықетті созып ұстап тұрасыздар, міне, сыртқа қарай итеріп. Міне, бұлшықеттің жартысы іште қалды, жартысы сыртқа қарай итеріп жатырмыз. Осы кезде жамбас бұлшықетін босатуға болады. Осы жамбас бұлшықетін босату арқылы сіздер аяқта да расслабление істеулеріңізге болады. Жақсылап жұмыс жасайтын болсаңыздар жамбас бұлшықеттерімен, бұл кезде аяқта қан айналымы да жақсы болады, аяқтың мұздауы деген сияқты нәрселердің бәрі, проблемалардың бәрі шешіледі осы бұлшықет арқылы. Енді массаж жасалып біткеннен кейін, уже ең соңында дірілдету, ұрғылау, соққылау деген осындай техникалар қолданылады. Тоже мына жерде ұрғылап атқан жоқпын, лимфа тұрған жерде. Санның өзін, жамбасты, одан кейін балтырды және табанды. Енді аяқтың алдыңғы бөлігіне қалай массаж жасайтын көрсететін боламын. Алдыңғы аяқты массаж жасамас бұрын бірінші созып аласыздар, міне. Осылай созу жұмысын жасап аласыздар. Және де аяқты көтеріп былай кеудеге дейін апарып ұстап тұрасыздар. Бірнеше секунд осылай. Одан кейін аяқты сыртқа қарай итеріп, өткені міне сыртқы бұлшықет жақсы созылады. Одан кейін осылай қайырсаңыздар болады. Енді ауыратын, жамбасы ауыратын, тізесі ауыратын кісілерге бұл техниканың бәрін істемейсіздер. Тек қана сау кісілерге осылай созып, растяжка жасап, аяқты босатып алуларыңызға болады. Аяқ массажы примерно 20 минутте жасалады. Алдыңғы беттен 5 минут жасасаңыздар, артқы жағынан 5 минут жасасаңыздар, бір аяққа 10 минут, екінші аяққа тоже солай 10 минут кетеді. Общий 20 минут. Алдыңғы аяқта массаж жасаған кезде осылай бірінші тоже май жағып қыздырып аламыз. Енді бұл жақта мышца қалай бөлінеді? 4 басты бұлшықет болып бөлінеді. Міне 2 басы осылай кетеді, 2 басы былай ішке сырт жаққа қарай кетеді. Одан кейін міне балтырдың бұлшықеттің қасына камбаловидный мышца болады. Және тізенің үстінде жабыңғы бұлшықет болады. Ол шашканы ұстайды. Массаж жасаған кезде бұл кезде тізенің үстіне тимейміз. Тізені айналдырып өтеміз. Жан-жағын массаж жасаңыз. Балтыр жақта міне ішкі жағында уже жаңа біз жасап өткен балтыр кездеседі. Только бұл жақта камбаловидный мышцаға ғана массаж жасаймыз. Және аяқтың басына массаж жасаймыз. Осылай. Бұл жақта да созсаңыздар болады. Осылай айналдырсаңыздар болады. Оңға, солға бірнеше рет. Массаж міне былай жасалады. Созақпен. Өткен сіздер екі қолмен жасау ыңғайсыздау. Аяқ былай қарай кетіп қала береді. Сол себепті бір қолмен ұстап тұрамыз да. Бір қолымызбен уқалаймыз. Керісінше уқаласаңыздар да болады. Осылай уқаласаңыздар болады. Және алақанмен осылайдан уқалайсыздар. Техника барлық жерде бірдей. Сосын аяқ массажы кімге жақсы көмектеседі? Сахарный диабетиктерге жақсы көмектеседі. Артроз, артрит кезінде жақсы көмектеседі. Енді бұлардың барлығы бірінші стадиясын жасайсыздар. Үшінші, төртінші стадияларында уже массаж жасаудың керегі жоқ, өйткені наоборот ауырсындырып аласыздар. Кімге жасалмайды? Варикоз бар кісілерге жасалмайды. Сосын екі қабат әйелдерге жасалмайды массаж. Варикозды да бақылап қарауыңыз керек, өйткені бірінші стадияларында жасай берсеңіздер болады. Варикоздың өзіне тимей. Енді үлкен көп көлемді варикоз болатын болса, желательно жасамай ақ қойыңыздар. Өйткені тамырдың жарылып кетуі қаупі болады. Тоже алақанмен, саусақпен
және де осылайынан оқылуға болады. Одан кейін міне былайынан балтырдың өзін қайтадан оқыласаңыздар болады. Сосын тізені айналдыра оқалаймыз. Сосын санды міне осылай бір қолыңызбен итеріп тұрасыз да. Бір қолмен осылай оқалып шығуға болады. Төрт басты бұлшықеттің міне осы жерден осылай екіге бөлінетін жерін жақсылап оқыласаңыздар болады. Өйткені спазм кезінен тырысып бұлшықеттер бір-бірімен осылай шатасып қалады. Соны сіздер массаж жасау арқылы сол түйіндерді босатуларыңыз керек. Мышцаны өздеріңіз қарасаңыздар, как шаш сияқты ұзын-ұзын нелерден тұрады, волокналардан тұрады. Сол волокнаның біреуі спазм ертетсе, өзі бір-бірін жайлап спазм ертете береді. Бірнеше волокна өзі бір бұлшықетті құрайды. Екі қолмен осылай оқыласаңыздар болады. Тізені айналдыра оқалайсыздар. Алдыңғы бөлігінде көп оқалайтын жер жоқ. Основной арт жағынан көбірек оқалайсыздар массажды, аяқтың артқы бөлігінен. Енді бұл жерде тоже аяқты босаңсыту. Аяқты созу. Және ішке, сыртқа созу. Бұл кезде де екі аяқты салыстырмалы түрде қарайсыздар ғой. Аяқтың мысалы бас жағы осылай жатуы, бір аяқтар кейде осылай тұрып тұрады, спазм больше болған кезде аяқ осылай тұрады. Когда расслабление бәрі нормально болған кезде нормада аяқ осылай тұрады. Енді көп үйде мынандай подушка болмауы мүмкін, қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қараңыздар енді. Желательно біз енді осы кәсіппен айналысып отқаннан кейін біз көбінесе қоямыз, өйткені тізеге қатты салмақ түспесінші деп қойып отырамыз. Үй жағдайында жастық қойсаңыздар да болады. Все, осымен аяқ массажы бітті.